Түнгі сағат 3. Сіз төбеге қарап жатырсыз. Көзіңіз жабық болғанмен, миыңыз бір уақытта 20 қосымшасы ашық тұрған компьютердей тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Жастықты 5-ші рет салқын жағына аударасыз. Таныс па? Жақында маған танысым келді. Ол 3 ай бойы қалыпты ұйықтамаған. Өңі кеткен, қолдары дірілдеп, қан қысымы тұрақсыз. Медицина бұл мәселеге жай қарайды. Көп жағдайда дәрігерлер жасыңыз келіп қалды, валериан ішіп, ерте жатыңыз деген стандартты еш пайдасы жоқ кеңестер береді. Содан кейін адамдар амалсыз қызарған көзімен шаршауын арқалап жүре береді. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгін сіздерге дәрісіз ұйқыны қалпына келтірудің нақты жолдарын айтып беремін. Бастайық. 30 жасыңыздағы ұйқыңызды есіңізге түсіріңізші. Басыңыз жастыққа тисе болды. 8 сағат ұйықтап, таңертең сергек атып тұрушы едіңіз. Ал қазірше 10 кезінде жатасыз. Түн ортасына дейін ұйықтамай жатасыз. Сосын таңғы 4-те көзіңіз ашылады. Немесе ұйықтап кеткендей боласыз да, сағат 5-те ұйқым қанды деп ойлайсыз. Бірақ денеңіз қорғасындай ауыр. Көпшілік адамдар қартайдым ғой, бұл қалыпты жағдай шығар деп қол сілтейді. Тоқтаңыз. Бұл үлкен қателік. Нашар ұйқы қартаюдың міндетті белгісі емес. Бұл ағзаңыздың көмергек сұрап жатқан сигналы. Ұйқыны симфониялық оркестрде елестетіңіз. 25 жаста бұл оркестр мінсіз ойнайды. Ал 50-ден асқанда дирижер нотадан жаңылып, скрипкалардың үні бұзыла бастайды. Оркестр әлі де ойнай алады, тек оған аздап баптау керек. Бұл оркестрдің дирижері сіздің циркадты қырғағыңыз, яғни ішкі биологиялық сағатыңыз. Жасыңыз ұлғайған сайын, бұл сағаттың жұмысында 3 негізгі өзгеріс орын алады. Бірінші, мелатониннің ерте оянуы. Ағзаңыз ұйқы гормонын, мелатонин гормонын жас кезге қарағанда ертерек бөле бастайды. Сондықтан кешкі 8-де көзіңіз ілініп, таңғы 4-5-те еріксіз оянасыз. Екінші, терең ұйқының азаюы. Ұйқы біртекті процесс емес. Оның ішіндегі ең бағалысы терең ұйқы фазасы. Дәл осы кезеңде ағза тамырларды жөндеп, иммунитетті күшейтіп, миды қоқыстан тазартады. 50-ден асқанда осы фаза қысқарады. Нәтижесінде ұйықтаған сияқтымын, бірақ демалмадым деген сезім пайда болады. Үшінші, сезгіш ми. Бұрын теледидар қосылу тұрса да, көршіміз қорылдаса да ұйықтай беретінсіз. Қазір мысық жүріп өтсе де оянып кетесіз. Бұл мидың сыртқы сигналдарды өңдеу қабілетінің өзгеруінен. Сіздің ұйқыңыз бұзылған жоқ, ол тек нәзік болып қалды. Оны қалпына келтіру үшін қымбат дәрі емес, дұрыс стратегия керек. Ұйқының бұзылуына тек жас емес, біздің ішкі химиямызда тікелей жауапты. 50 жастан асқанда ағзада үлкен қайта құру жұмыстары жүреді. Мысалы, ерлерде тестостерон деңгейі біртіндеп төмендейді. Ал бұл гормон тек күш-қуат емес, терең ұйқының сапасына жауап береді. Ол азайғанда ұйқы үзік-үзік болып, таңертеңгі сергектік жоғалады. Әйелдерде менопауза кезеңінде прогестерон деңгейі күрт түседі. Прогестерон табиғаттың бізге берген ең күшті табиғи тыныштандырғышы. Оның азаюы түн ортасында себепсіз оянуға және ыстық толқындарға алып келеді. Дене қызуының көтерілуі миға оян деген сигнал жібереді де ұйқының шырқын бұзады. Стресс пен мазасыздық барлығымызға ортақ ұйқы жауы. Төсекке жата салысымен ішкі диалог іске қосылады. Күндізгі реніштер, ертеңгі шаруалар, тіпті 10 жыл бұрынғы қателіктер. 50 жастан кейін бұл радио қаттырақ айғайлай бастайды. Өйткені жауапкершілікте, уайым да объективті түрде көбейген. Бұл жерде үлкен бір мәселе бар. Ұйқыны мәжбүрлеу мүмкін емес. Сіз ұйықтауға неғұрлым қатты тырыссаңыз, соғұрлым ұйқыңыз қашады. Ұйқы бұл бұйрық емес. Бұл сіздің ағзаңыз өзін қауіпсіз сезінгенде келетін сый. Жоғарыда айтылғандардың барлығы, гормондардың азаюы да, мидың сезімталдығы да бұл жай ғана жұмыс істеу керек. Енді нақты іске көшейік. Ұйқыны ұрлайтын 5 негізгі факторды анықтадым. Осыларды реттесеңіз, 2 аптадан соң нәтижесін сезінесіз. Бірінші фактор. Телефон, планшет, теледидар. Экрандарынан бөлінетін көк жарық ұйқының жауы. Ми бұл жарықты күн шықты деп қабылдайды да, мелатонин өндіруді тоқтатады. 50 жастан кейін мелатонин онсыз да аз, ал сіз оны телефонмен мүлде өлтіріп жатырсыз. Шешімі. Ұйқыға 1,5 сағат қалғанда экранға жоқ деңіз. Екінші фактор. Жақсы ұйқы үшін идеалды температура 18-20 градус. Дене ұйықтау үшін өз температурасынан сәл төмендету керек. Егер бөлмеде 25 градус болса, ағза суи алмай, түнде терлеп, мазасызданасыз. Шешімі. Ұйықтар алдында бөлмені 15 минут желдетіңіз. Салқын ауа ең жақсы ұйықтататын дәрі. Үшінші фактор.
Медицинада ұйқы қысымы деген ұғым бар. Таңертең оянғаннан бастап, ағзада ұйқыға деген аштық жинақталады. Кешке ол шыңына жеткенде, сіз бірден ұйықтап кетесіз. Ал егер түскі уақытта 1-2 сағат ұйықтап алсаңыз, кешкі аштық жоғалады. Шешімі: егер түнде ұйқымыз нашар болса, күндіз мүлде ұйықтамауға тырысыңыз. Шыдай алмасаңыз, тек 20 минут және сағат 2-ге дейін ғана ұйықтау керексіз. Төртінші фактор. Кофеин ағзадан 5 сағатта әрең шығады. Ал 50-ден асқанда бұл процесс тіпті баяулайды. Сағат 3-тен кейін ішкен кофе түнгі 10-да әлі қаныңызда болады. Бұған тек кофе емес, қою қара шай, жасыл шай және қара шоколадта жатады. Шешімі: кофеинді тек түске дейін тұтыныңыз. Түстен кейін тек шөп шайлар ішіңіз. Бесінші фактор. Егер сіз төсекте жатып жаңалық оқысаңыз, сериал көрсеңіз, немесе телефонмен сөйлессеңіз, миыңыз төсек бұл жұмыс істейтін және ойланатын жер деп жаттап алады. Төсек тек ұйқы үшін арналған. Шешімі: төсекке тек ұйқыңыз келгенде ғана жатыңыз. Егер 20 минут ішінде ұйықтай алмасаңыз, тұрып кетіңіз. Басқа бөлмеге шығып, жарығы аз жерде кітап оқыңыз. Ұйқы қысқанда ғана қайта келіңіз. Бұл миды қайта бағдарламалаудың ғылыми әдісі. Бұл ережелер қарапайым көрінгенімен, оларды қатаң сақтау кез келген дәрден артық. Дәрсіз-ақ ұйқыны реттеуге болады. Тек жүйелілік керек. Ұйқыны қалпына келтірудің 14 күндік жоспары. Бірінші апта. Негізді қалау. Ұйқыдан тұру уақытын бекітіңіз. Күн сайын бір уақытта тұруды әдетке айналдырыңыз. Неліктен тұру маңызды? Себебі сіз ұйықтау уақытын күшпен реттей алмайсыз, ал тұру уақыты сіздің бақылауыңызда. Бұл биологиялық сағатыңыздың маятнигі. Тұрған соң 10-15 минут ішінде жарыққа шығыңыз. Бұл миға күн басталды, 14 сағаттан кейін мелатонин бөлуді баста деген команда береді. Екінші аптада тереңдетілген әдістер. Төсекте босқа аударып жатуды доғарыңыз. Егер таңғы 7-те тұрсаңыз, түнгі 1-ден ерте жатпаңыз. Басында қиын болуы мүмкін, бірақ ұйқы аштығы жинақталып, төсекке жатқанда 5 минутта өшіп қалатын боласыз. Сосын бұл уақытты біртіндеп ұзартамыз. Релаксация. Төсекте жатып, денеңізді кезекпен босаңсытыңыз. Аяқ саусақтарын 5 секунд қатты қысып, сосын жіберіңіз. Содан кейін балтырды, санды, ішті, қолды және иықты дәл осылай қайталаңыз. Ең соңында бет бұлшықеттерін босаңсытқанда, мидағы мазасыз ойлар өздігінен өшеді. Дене толық босаңсығанда ұйқы табиғи түрде келеді. Күн сайын ұйықтар алдында осы тізімді тексеріңіз. Телефон басқа бөлмеде. Экрандарды 1,5 сағат бұрын өшті. Бөлме салқын әрі желдетілген. Кофеин сағат 2-ге дейін ішу керек. Кешкі ас жеңіл және ұйқыға 3 сағат қалғанда. Жылы душ қабылданды. Төсек тек ұйқы үшін. Егер сіз барлық ережелерді сақтасаңыз да, ұйқыңыз түзелмесе, бұл ағзадағы тереңірек мәселелердің белгісі болуы мүмкін. Келесі жағдайларда міндетті түрде маманға көрініңіз. Ұйқыдағы апноэ. Егер жақындарыңыз сіздің қатты қорылдайды, немесе түнде тынысыңыздың бірнеше секундқа тоқтап қалатынын айтса, бұл қауіпті. Бұл кезде ауа жолдары жабылып, миға оттегі жетпейді. Апноэ жүрек аурулары, инсульт және диабет қаупін 4 есе арттырады. Мазасыз аяқтар синдромы. Егер ұйықтар алдында аяқтарыңыз жыбырлап, қышып, оларды еріксіз қозғалтқыңыз келіп тұрса, бұл емделетін жүйке мәселесі. Міндетті түрде дәрігерге барыңыз. Ұйқы дәрілері. Бұл сынған аяққа берілген балдақ сияқты. Ол уақытша жүруге көмектеседі, бірақ сүйекті емдемейді. Дәріге тәуелділік тез қалыптасады. Кейін дәрісіз мүлде ұйықтай алмайтын боласыз. Тіпті танымал мелатонин де қауіпсіз емес. Оны ұзақ ішсеңіз, ағза өз мелатонинін өндіруді мүлде тоқтатады. Есте сақтаңыз, нашар ұйқы үкім емес. Бұл нақты себептері бар түсінікті әрі шешімі қарапайым мәселе. Ұйқы сиқырлы түрде, бір түнде түзеліп кетпес, бірақ жүйелі жұмыс істесеңіз, ол міндетті түрде қайтады. Ол үшін сізге қымбат клиниканың, уыз таблетканың немесе экзотикалық қоспалардың қажеті жоқ. Сізге тек 3 нәрсе керек: білім, сабырлылық және жүйелілік. Есіңізде болсын, 5 басты жауды жойыңыз. Экран жарығы, ыстық бөлме, ұзақ күндізгі ұйқы, кешкі кофеин және төсектегі артық шаруалар. Өзіңізді күтіңіз. Түніміз тыныш, ұйқымыз тәтті болсын.